мәселелердің біріне айналып отыр. Заң барлық азаматтарға ортақ, әр адамның құқықтық мүмкіндіктерін айшықтайтын құндылық. Қылмыстық әрекеттерге жол бермей, жауапкершілікке бастайтын қағидаттар жиынтығы екендігі рас. Құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңына сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органдар өздерінің құзыреттілігі шегінде құқық бұзушылық профилактикасы жүйесін жетілдіру шараларын ұйымдастыру қажет. Осы ретте Жуырда аудан прокуроры Ерлан Қасымбаевтың төрағалығымен қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу және тамырына балта шабуға бағытталған іс-шаралардың заңдылығы мен тиімділігін насихаттау мақсатында құқық қорғау, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар басшыларымен арнайы кездесу өтті. Бүгін біздің ведомстволық кеңеске жиналуымыздың басты мақсаты Алакөл ауданы аумағында құқық бұзушылықтың алдын алу, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқықтық мәдениетін қалыптастыру болып саналады. Қазіргі таңда аудан көлемінде біршама қылмыстардың өсуі байқалуда. Оның ішіне тоқтала кететін болсақ, мал ұрлығы, ұрлық, алаяқтық, жол көлік оқиғаларының өсуі байқалуда. Осыған орай құқық бұзушылық профилактикасы туралы заң талаптарына сәйкес құқық бұзушылық профилактикасын жүргізуге уәкілетті органдарға және мемлекеттік органдарға біршама тапсырмалар берілді. Жиын барысында меншікке қарсы қылмыстар және көлік қылмыстары бойынша баяндамалар оқылып, ұсыныстар тыңдалды. Қылмыстық істердің санының көбеюі, өсуімен оларға себеп болған жағдайлар таразыланды. Жоғарыда аталған қылмыс түрлерін болдырмаудың жолдары айтылып, алдын алу бойынша қажетті деген шаралар тілге тиек болды. Қылмыстың алдын алу мақсатында келесі шараларды атқару ұсынылды. Біріншіден, жүргізушілердің назарына көрінетіндей Алматы-Өскемен тас жолының бойында профилактикалық панельдерді орнатылды. Қылмыстың өтеуі жаза. Әр азаматтың кез келген қадамы заңдық тұрғыда жүзеге асып, құқық бұзушылықтарға жол берілмесе, дамыған елдердің қатарына қосылу мұратымызға да ертерек қол жеткізбекпіз. Қарлығаш Еркін, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.